Ассалаумағалейкум қазақ елі, орыстар ертең 9 мамыр күні парктерге шығып, Қанішер Қызыл әскердің туымен шығып жатыр. 7 мамырда шықты. Бірақ қазақтар ешкім шықпай жатыр. Сондықтан, егерде олар бізді әдейі қазақтарға провокация жасап, аштықпен қазақты ашаршылықпен қырған Совет одағын туымен шықса, бізде қазақтар оларға қарсы Украин байрағын «Слава Украине» деп Мұстафа Шоқай, Степан Бандераның фотоларын алып, Украинаның байрағын сатып алып, 9 мамырда қазақтар бізде шығайық. Неге олар провокация жасайды? Ресейдің туымен, Қызыл әскердің туымен шығады. Біздер қазақтарға неге шықпас? Олар біздің жерімізде, біздің топырағымызда қорықпай шығып жүр. Ал біз өз елімізде, өз жерімізде неге бізде егерде Ресейдің туына тыйым салынбаса, Украинаның байрағына тыйым салынған жоқ. Сондықтан ертең 9 мамыр күні бәріміз ұлтшылмын, жүрегім қазақ деген қазақтар бәріміз Қазақстанның байрағын, Украинаның байрағын алып, бізде 9 мамыр шығайық. Егерде олар провокация жасаса, Ресейдің туымен шықса, видеоға түсіріп, маған жекеме жіберіңіздер. Менің WhatsApp номерім +380 680 25 27 25. Қазақстан алға, жасасын Қазақстан.